my name is Sanya. I'm from Kazakhstan. I'm theater and kino actress. I'm working film and theater industry since 2006. I want to study for a master's degree at New York Film Academy in acting for film program. Өмірін өнерге арнаған адамның ізденімпаздығында шек жоқ. Сәния да бірнеше аспаптарда қатарынан ойнайды. Тарихына үңіле отырып, бір-бір шығарма ойнап беру ұсынысымызды қабыл алды. Алғашқылардың бірі болып, тарихы тереңге жатқан қобыз аспабы. Қобыз аспабы жалпы түркі халқына ортақ аспап. Түркі халықтарында, қазақтарда, қырғыздарда, қарақалпақтарда қобыз аспабы бар. Бұл аспаптың құрылымы ерекше. Шанағын қарағаштан, үйеңкіден, қайыңнан ойып жасалады. Бетіндегі терісін, бұны түйенің терісінен де, ешкінің терісінен де жасауға болады. Сосын оның қылдары бесті айғырдың қылынан жасалады. Мысалы, мына қылдары тек қана бесті айғырдың қылынан жасалады. Басқа малдың, басқа жылқының қылдары бұған жарамсыз болады. Өйткені бесті айғырдың қылының шығаратын дауысы және оның сапалылығы ұзаққа сақталады. Сонымен қатар, мынау сылдырмағы. Бұны кезінде бақсылар жақсы қолданған, өйткені сылдырмақтар арқылы жаңағындай бір трансқа кіріп, бұл емдік қасиеті бар аспап. Ата-бабаларымыз осы қобыз аспабы арқылы көп адамдарды емдеген. Қабылдың ізі қобыздың үнін күңірентіп, қорқыт боп кетті. Өлместі іздеп өртеніп келе жатты. Бұл даңғара деген аспап. Даңғара аспабын кезінде ата-бабаларымыз аңшылықта, сосын жорыққа шыққан кезде жауынгерлердің рухын ояту үшін пайдаланған. Ал енді мынау балшықтан құйылып жасалады. Шеберлер бұны жасаған кезде өте жіңішкелікпен, ерекше бір көңіл қойып, ден қойып жасайды. Бұл аспаптың дыбысы да өте жағымды әрі өткір болады. Көбінде бұны қыз балалар, әйел адамдар ойнайды. Бұрынғы замандарда аналар балаларын бесікке салып тербеткен кезде, бесік жырын айтқан кезде балаларын тыныштандыру үшін сондай жағдайларда ойнайтын болған. Және бұл аспаптың ерекше бір керемет қасиеті, бұл сіздің бүкіл мына ішкі тыныс жолдарыңызды, диафрагмаңызды ашады. Денсаулығыңызға өте пайдалы аспап. Қазақ халқы салт дәстүрге, мәдениетке, өнерге өте бай халық. Музыкалық аспаптарымыздың барлығы табиғатпен өте етене байланысты.
Мысалы, мынау шаңқобыз деген аспап. Бұны Алтай қазақтары көп пайдаланған. Темірден құйылып жасалады. Және бұның дауысы сондай, қалай айтсам екен, адамды бір ерекше бір трансқа кіргізетін сондай үн шығарады. Жаратқан жүрегімдей жұмыр жерге ғұмыр бер, жаратқан жүрегімдей жұмыр жерге ғұмыр бер. Мен мінекей Нью-Йорк Language Center'дегі 2 айлық интенсивный ағылшын курсымды аяқтадым. Нью-Йорк қаласы маған өте ұнады. Тағы да бұйырса келемін деп ойлаймын. Hello friends, my name is Sanya. I'm from Kazakhstan. I'm theater and a kino actress. I'm working film and the theater industry since 2006. I want to continue my general education in acting for film program. I want to study for master's degree at New York Film Academy. But my English level is not enough for me to study for a master's degree. So no, in this time I learn English at New York Language Center. Today I finish it. I get this. Yes. New York is very big city, and this is, you meet every day, you meet different culture, so many nationalities. I like it. Thank you so much.